Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода үйдегі қарапайым заттардан оп-оңай ғана қызылша салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бұл салат ерекше дәмді болып шығады, оп-оңай жасалады. Салатымыз үшін бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, кішкентай 3 түйір қызылша, картопты пай, кукуруза және аскөк майонез қажет болады. Біз жұмыртқамызды кубиктап майдалап турап аламыз. Піскен жұмыртқаларымызды осылай кубиктап турап алдық. Енді ыдысымызға сала тұрамыз. Біздің піскен осындай қызылшамызды да кубиктап турап алатын боламыз. Қызылшамызды мінекей осылай кубиктап турап алдық. Жұмыртқамыздың үстіне саламыз. Ыдысымызға. Осылай мінекей бәрін бір ыдысқа жайғастыратын боламыз. Енді осының үстіне аскөгімізді саламыз, укропымызды, кукурузамызды саламыз. Және де картопты пай қосамыз. Азырақ қоссаңыздар болады. 1 шымшым тұз қосып, үстіне майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Осымен біздің салатымыз дайын. Салатымызды ыдысымызға салсақ болады. Енді жайғастырып, өте оңай жасалады, тез. Осы салаттарымыздың үстіне осы картопты пайымызды әсемдік ретінде осылай салып қоятын боламыз. Картопты пайымызды салып, осылай ұсынатын боламыз. Өте дәмді шығады. Салатымыз дайын мінекей. Қонақ дастарханымыздың көркін ашады. Жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын.